Саламатсыздар ма, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Қазақстан қала мәдениетінің дамуындағы Ұлы Жібек жолының рөлі. Сабағымыздағы оқу мақсатымыз Ұлы Жібек жолының Қазақстан аумағындағы бағыттары мен жолдарын зерттеу және Қазақстан аумағында қалалардың пайда болуы мен дамуындағы Ұлы Жібек жолының рөлін талдау. Ұлы Жібек жолының даму тарихына келетін болсақ, Ұлы Жібек жолы батыс пен шығыстың арасындағы ежелгі және орта ғасырлық жол. Біздің заманымызға дейінгі 2-ші ғасырдың ортасынан 14-ші ғасырға дейін, яғни теңіз жолының ашылуына дейін өмір сүріп кеткен жол болатын. 1877 жылы неміс географы Лихтгофен батыс пен шығыс арасындағы байланысты түсіндіру үшін жібек жолы терминін ұсынды. Евразияның тарихында маңызды орын алғандықтан, ол жібек жолына ұлы деген сөзі қосылып, Ұлы Жібек жолы атанып кетеді. Ұлы Жібек жолының қалыптасуы. Жібек жолы біздің заманымыздан бұрын 2-ші ғасырдың ортасында аса ірі сауда және дипломатиялық жол ретінде белгілі болды. Қытай елінің императоры Уди 138 жылы батыс елдеріне қарай аттандырған Чжанцзянь бастаған елшілік еліне 13 жылдан кейін оралған. Осыдан кейін біздің заманымыздан бұрын 1-ші ғасырдың ортасында Қытайдан Қазақстан мен Орта Азия арқылы батыс елдеріне жібек артқан керуендер жолға шығады. Ал батыстан Жерорта теңізі аумағынан Қытайға қарай тауар тиеген керуендер түрлі елшіліктер жүре бастайды. Ұлы Жібек жолының бағыттарына келетін болсақ, жалпы оңтүстік және солтүстік бағыт болып екіге бөлінеді. Оңтүстік бағыты Орта Азия мен Таяу шығысты қамтиды, ал солтүстік бағыты Үндістан жерін қамтиды. Ұлы Жібек жолының жалпы Қазақстанның қала мәдениетінің дамуындағы рөлі өте маңызды. Себебі Ұлы Жібек жолы арқылы ең негізгі сауда орталықтары дамыған және осы Ұлы Жібек жолының торабында орналасқан қалалар дамыған. Осы қалаларда әлеуметтік мәдени өзгерістер пайда болған. Сонымен қатар еркін сауда жүрген, керуендердің қауіпсіздігін қорғау қолға алынған. Жалпы Ұлы Жібек жолы бойындағы орналасқан қалалардың дамуына үлкен септігін тигізген жол болатын. Ұлы Жібек жолын біз 2 тармаққа бөлеміз: солтүстік және оңтүстік деп. Бұл солтүстік бағытына оңтүстік Қазақстандағы Испиджаб қаласына келіп, және 2 тармаққа бөлініп кеткен. Бұл Орта Азия және Түркістан арқылы. Яғни Сырдарияның төменгі ағысымен батыс Қазақстанға шығып, Қара теңіздің солтүстік шығыс жағынан айналып, Еуропаға қарай өтетін. Ал оңтүстік бағыты Ферғана, Самарқан, Иран, Сирия, Ирак елдерінен Жерорта теңізіне шыққан. Ұлы Жібек жолының тарихи маңызы. Неде десек, ол әрине осы түркі тілдес халықтардың отырықшылануына, сауданың, қалалардың дамуына, елдер арасында экономикалық байланыстың дамуына, сонымен қатар мәдени байланысты дамытты. Ұлы Жібек жолының бойымен тасымалданған тауарларға бізде көбінесе мынау ыдыс-аяқтар, жібек маталар, сонымен қатар кептірілген жеміс-жидектер болатын.
қолдан жасалған құмыралар, саз балшықтан жасалған құмыралар. Бүгінгі тақырыбымыз бойынша оқушылар үйде эссе жазып келеміз. Яғни Ұлы Жібек жолының бағыттары мәдениеттің таралуы мен халықтардың жақындасуына қандай жағдай жасады деген тақырыпқа эссе жазып келеміз.